Лана, сен қайдасың? Біз тығылыспақ емес, қуаласпақ ойнап жүр едік қой. Неге тығыласың, Лана? Бу. Қорқып кеттің ба? Әрине, неге тығылып қаласың? Жай не істейді екен деп. Түй, сенде, жүр үйге қайтамыз. Жарайды. Баршаға қайырлы таң. Ой, Лана, тұрдың ба? Сен әлі осы киімді киіп жүрсің ғой, бір жыл болды, ауыстырсаңшы енді. Маған ұнайды бұл киім. Оның үстіне бір жыл алдыңға болған жағдайдан кейін қалған жалғыз естелік емес пе? Қойшы, таң азанмен еске алмайықшы. Ал, тамағымызды жейік. Қайырлы таң барлығына. Мен тамақ жемеймін, сабаққа кеттім. Лара, сен мені күтпейсің ба? Жоқ, менде бүгін қосымша бар, ерте баруым керек. Қызық, неге күтпеді? Лана, сен сабақтан кейін психологқа кіруді ұмытпа. Жарайма, есіңнен шығып кетпесін. Баруына барып жүрмін ғой, бірақ мен неге әлі барып жүрмін? Бір жыл өтті, мен есімді жидым ғой. Негізі өзің үшін керек, сабағыңа бара бер енді. Ой, жарайды. Қызықтар тек қана ертегілерде болады деп айтып жатады, бірақ олардың барлығы өтірік, себебі шын өмірде де кездесіп жатады. Оған арнап зерттеу енгізген. Сол зерттеудің нәтижесінде бізде кейін келе сүйектер табылған, алайда оларды біз ғылыми тілде құбыжықтар деп атамаймыз. Құбыжықтар емес, яғни оларды динозаврлар деп атап жатады. Так, сонымен мен енді барлығын айтып болдым. Енді мен сендерге тапсырмасы ретінде проект бергім келіп отыр. Жұп-жұп болып жасайсыңдар, қазір мен өзім сендерге тізім айтатын боламын. Мэдисон мен Джуди жасайды, және Джейк пен Ронни жасайды, және Лана мен Кейт жасайды. Сонымен сендерде басқа сұрақ жоқ па? Сұрақ болса қазір қойып алыңдар. Тапсырмада бір өздерің құбыжықты аласыңдар да сол бойынша проект жасайсыңдар. Сурет, мәтін міндетті түрде болуы керек. Шикі жасамаймыз, жарай ма? Тапсырма түсінікті деп ойлаймын енді. Мен парытсыз қалдым ғой, апай. Сұрақтар жоқ болса, сабақ бітті. Мен жарайды, онда бір өзім жасайын. Лана, сәлем, екеуміз бірге проект жасайды екенбіз. Я, бірге жасаймыз, бірақ менің сіңлім менімен бірге жасаса қалай қарайсың? Жарайды. Рахмет. Сәлем, Лана. Кейт, біз сен ұзақ күтіп қалдық. Айтпақшы, сен Лараның бізбен болғанда қарсы емессің ба? Жоқ. Онда мен қуаныштымын. Онда біз Лара екеуміз жобаның не туралы екенін шешіп қойдық. Сонымен сендер кім туралы шешкен едіңдер? Біз Ларамен бірге ойланып, жезтырнақ туралы жазсақ деп ойладық. Иә, жезтырнақ естігенмін. Олай болса ақпараттарды іздеп бастаймыз, сен суреттерді шығарып кел, ал Лара мәтінді жазып келетін болады. Айтпақшы, анау жаңағы Кейт сәл біртүрлі сияқты. Неге? Менімен сөйлеспейді, как будто мен жоқ сияқты жүреді. Тіпті мені бар деп елемейді. Мүмкін ол сөйлесуден қысылатын шығар. Қайдағы ол деген сөйлесуге қысылатын адамға мүлдем ұқсамайды. Білмеймін онда неге өйтетінін. Айтпақшы, психологқа кешігіп жатырмын. Жақсы сонда. Сонымен сен есіңе әлі ештеңе түспей жатыр ма? Бір жыл өтіп кетті ғой, түсу керек еді. Аздап есіме түсіп жатқаны бар, иә. Так, олай болса сен көзіңді жұмып жата ғой. Процесті бастаймыз. Енді сол дәл бүкіл оқиға болған күнді есіңе түсіріп көр. Меніңше есіме түсіп жатқан сияқты. Так, не болады? Біз сол күні Ларамен бірге аулаға ойнауға шыққанбыз. Біз үнемі баратын орман бар. Сол жерде ойнап жүргенбіз.
Негізі қуаласпақ ойнап жүргенбіз, бірақ Лара тығылып қалды. Мен оны іздеп жүрдім де уайымдап кеттім. Бір уақытта мен бір жыбырлаған дауыс естідім. Сол кезде бум деп Лара шыға қалды. Сонымен біз үйге қайттық. Үйге қайтқан кезде үйдің барлығы өртеніп жатқан еді. Яғни өрт болып жатқан. Лара, құтқарыңдар деп. Лара! Ойбай айналайын, бүгінге жеткілікті. Үйіңе қайта бер, бар. Аха, ертең келемін. Қызық, психологта есіме түскен өрт неге басқаша? Өткен шақта ондай болмады ғой. Неге Лара ол кезде көмек сұрады? Той, сен онда не істеп жүрсің? Жай барып бір көріп келдім. Ашпаймыз деп уәде берген едік қой, ашпасаңшы енді. Сен қалай шыдап жүргеніңді білмеймін, бірақ мен шыдай алмадым. Маған да оңай емес, бірақ енді ашпа. Иә, тезде жайына қойып қояйын. Мұнда не болып жатыр? Ойбай келе жатыр, тез отыра қалайын. Лана, сен қашаннан бері отырсың? О, сен келіп қойыпсың ғой, Лана. Мектепте қалай болды? Жоқ, қазір ғана келдім енді. Психологта қалай болды? Өзгерістер бар ма? Бір нәрсе өзгеріп жатыр ма? Иә, бізге айтсаңшы. Иә, есіме түсіп жатыр, бірақ қатты есіме түсе қойған жоқ. Маған әлі түсініксіз моменттер көп. Сол кезде не болған толық түсіне алмадым. Бүгін есіме өрт түскендей болды, басқаша бірақ. Сенің есіңе түсіре бастағаның бұл жақсы әрине. Иә, мен де қуаныштымын, не. Осы әжеңнің ескі особнягына көшкеніміз дұрыс болған сияқты. Мен тынығып келемін онда. Иә, бара ғой, Лана. Мұның ішінде не бар екен? Түрлері ағарып, бозарып кетті ғой. Түнде ашып көремін. Ал енді түнде болды, барайын. Мынаны олар қалай ашқан еді, а? Мынау тістерінен басты ма? Ашылмайды ғой тістерінен. Қазір көрейік. Құлағынан бассан да ашылмайды. Басынан басу керек екен ғой. Қызыл кнопкасы бар екен. Кім ойлаған мына жерде осындай бар деп? Мынаның ішінде не? Бұл не болды екен? Олардың сасқалақтап қалғанына қарағанда бірдеңені жасырғаны ғой. Қазір көреміз. Не қағаз болды екен бұл? Қағаздың ішінде екінші бөлменің кілті жазылған сияқты ғой. Екінші этажда қоймаға ұқсайды ғой. Әжемнің ескі үйінде қойма болған сияқты. Ескі заттар. Мынау не болды? Аяғым. Ой, мынауың ескі шам ғой. Жанады екен әлі де. Жарайды. Заттардың барлығын көрейік. Мұнда тұрған не бұлар? Әжемнің ескі ойыншықтары сияқты ғой. Ал мұнда не болды екен? Мынау ескі заттар кімдікі? Мынау жайгымдікі. Мынау ана қорап емес пе? Мүмкін осы жерде шығар, осының құлпы болар. Ашып оқып көрейін. Құпия сандық ашыл. Ашылады ма бұл құпия сөз сияқты? Мына сандықтардың барлығында Лараның заттары тұр ғой. Неге мұнда жатыр бұл заттардың барлығы? Неге мұнда сақтап қойған? Неге жасырады? Янда тұрған тура біздікіндей көйлек қой. Лананың көйлегі үстінде, Лараның көйлегі үстінде. Мұнда үшіншісі неге жатыр? Ойбай, біреу келе жатыр, тығылу керек. Мына кітапты алайын, түнде оқып жатамын. Лара, сенесің бе? Қоймада сенің көйлегің болды. Менің көйлегім? Мен оны киіп алғам ғой. Мен точно көрдім. Қызық екен, ал сен оны көрдің ба?
мен нақты көрдім, және сенің ескі заттарың да болды сол жерде. Менің заттарым өзімде ғой, сен не деп тұрсың? Білмеймін, бізден бірдеңе жасыратын сияқты. Мұны анықтау керек. Жарайды, кейін анықтайсың, ал қазір сабаққа кетейік, кешігем. Сәлем, Лана. Мен суреттерді шығарып келдім, сен мәтінді алып келдің ба? Мәтін бізде Лараның міндетінде еді ғой. Ой, мен ұмытып кетіппін. Ол ұмытып кетіпті, енді не істейміз? Жарайды, шығара саламыз қазір. Лана, болды, қой сондайыңды, мен жұбымда ауыстыруын сұрайым, сен біртүрлісің. Сен қуасың ба? Болды, мен кеттім, давай. Қанша зая кеткен уақытым-ай. Мынаған не болған? Айттым ғой мен саған оны біртүрлі деп. Жарайды, онда сабаққа кеттік. Мен тамақ жемеймін, маған салмай-ақ қойың. Мен де тамақ жемеймін, маған да салма. Жарайды. Лана, сен әдетте тамақ жеуден бас тартпайтынсың ғой, бәрі дұрыс па мектепте? Ештеңе болмады, бәрі дұрыс. Жоқ, бірдеңе болған сияқты, не болғанын айт. Шынымды айтсам, мен сендердің кеше бірдеңе жасырғандарыңды көрдім. Сонымен аштың ба ол жерді? Неге жасыратындарыңды білмедім, бірақ мен барып көрдім. Ол жақтан бір қорап көрдім. Қорапта тура мен киіп алғандай және Лара киіп алғандай көйлек жатыр. Ол көйлекті екеуміз де киіп алғанбыз, бірақ үшіншісі артық. Саған білуге әлі ерте. Түнде тақырлап еді сен екен ғой. Мен. Лана, сен психологқа баруыңды жалғастыр. Мен жалғастырамын, бірақ мұнда не болғаны маған да қызық. Неге ондай көйлек үшеу керек сендерге? Просто бізге осыны түсіндіріңдерші. Неге оларда әжемнің ескі заттарымен бірге сақтап жатырсыңдар? Оны Лара қолданады ғой. Осыны енді түсіндіресіңдер ма? Лана, біз саған оны кейін айтамыз, кейін айтамыз. Мүмкін оны мен қазір білгім келетін шығар. Лана, жоқ, уақыты келгенде түсінесің. Лара, қайда кетіп бара жатырсың? Тамағыңды қоя тұр, Лананың артынан жүреміз, жүр. Жүр, кеттік, жүгіреміз. Лара. Неге именно осы жерге қашты? Бұл орман, өрттен алдын біз осы жерде болған орман ғой, ойнайтын едік Ларамен үнемі. Бум. Сен тағы да қорқып кеттің ба? Лара, сен тағы да қашып кеттің. Неге қашып кетесің, Жай, осы жерді көрсеткім келді саған. Лана, біз сені таптаған. Неге қашып кетесің сен? Біз саған құпияны айтатын боп шештік. Уақыты да келді. Қандай құпия? Бір жыл алдын сендер ойнап келген кезде үйде өрт болған. Сол өрттен Лара қайтыс болады. Лараның қайтыс болғанын сен қабылдай алмадың. Сен бізге сенбедің және Лара өлді дегенді қабылдамадың. Өз ойыңша Ларамен бірге өмір сүруді жалғастырдың. Лараны өз тобымызға алсақ, сен точно қарсы емессің, Жоқ. Қуаныштымын әрине, рахмет. Айтпақшы, мен сіңлімен бірге шешіп қойғанмын. Құбыжық ретінде жезтырнақты таңдап сол туралы жазсақ қалай? Жарайды. Жезтырнақ болса жезтырнақ. Лара, сенің үстіндегі көйлекті мен қораптан көрдім, және сенің ескі заттарың сол жақтағы қорапта сақталды. Неге екенін білмеймін.